Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылымда бәріміз білетін әлемнің 7 кереметінен бөлек планетамыздағы ғалымдар түсіндіре алмайтын 5 таңғажайып жер туралы айтатын боламыз. Ал сіздер каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Америка құрама штаттары, Нью-Мексикодағы Таос қаласы. 90-шы жылдардың басынан мұндағы қала тұрғындарын белгісіз шу мазалайды. Тұрғындарға естілетін шу шөп шабатын машинаның немесе теледидардағы кедергілердің дауысына ұқсайды. Бұл шу барлық қалаға естіледі. 20 жыл бойы ғалымдар белгісіз дыбыстың қайдан шығатынын зерттемек болған, бірақ қанша тырысқаны мен әрекеттері нәтижесіз болды. Намибиядағы жұмбақ шеңберлер. Бұл феномен Намибия даласында Африканың оңтүстігінде кездеседі. Шөп алқабында диаметрі 3 метрден 20 метрге дейін жететін шабылған шеңбер пішінді құбылыс ғалымдарды таң қалдырды. Бұл шеңберлер ішінде шөп өспейді. 2013 жылы эколог Норберт Юргенс шеңбердің ішінде шөптің өспеуі термиттердің кесірінен болуы мүмкін деген тұжырымдамаға келді. Бірақ 2015 жылы Биллок Уолтер Юргенстің тұжырымдамасын жоққа шығаратын тәжірибе өткізеді. Амазония джунглиларындағы қайнаған өзен. Мұнда ұзындығы 6 шақырымға жететін Шанайти өзені ағып жатыр. Басқа өзендермен салыстырғанда бұл өзеннің температурасы өте жоғары. Өзенге кірген кез келген жануар тірідей пісіп қалады. Өзеннің температурасы орташа есеппен 90 градусты құрайды. Ғалымдардың айтуынша мұндай жоғары температура жанартауға жақын орналасқан өзендерден кездеседі. Бірақ ең жақын жанартау 700 шақырым жерде орналасқан. Дегенмен өзен түбіндегі жерасты сынықтарынан шығатын ыстық бұлақтың әсерінен болуы мүмкін дегенде тұжырымдамалар кездеседі. Норвегиядағы Хезделин жарықтары. Күн сайын түнгі уақытта Хезделин тұрғындары аспанда жарқыраған формасын өзгертетін отты жарықтар көреді екен. Бұл феноменді алғаш рет 1930 жылы байқаған сәттен бастап тұрғындар әртүрлі болжамдар жасай бастаған. Теория бойынша бұл оттардың пайда болуы елді мекендегі көлдің радиацияланғанымен байланыстырады. Радон бөлшектері атмосфераға көтеріліп ыдыраған кезде отты жарықтар пайда бола алады деген тұжырымдама бар. Басқа теория бойынша Хезделин жерінде күкірт қышқылының көптігінен болуы мүмкін деп отыр. Күкірт қышқылы сумен әрекет еткенде нәтижесінде аспанда отты жарықтар байқалады. Мавили үңгірі. Румынияның оңтүстік шығысында орналасқан бұл үңгірге адам аяғы баспағанына 5 миллион жылдан асқан. Ғалымдардың зерттеуі бойынша мұнда атмосфера жердегімен салыстырғанда мүлдем басқа. Үңгірді электр станциясын орнатпақ болған құрылысшылар тапқан. Топырақты тексеру барысында олар кездейсоқ әлемдегі ең таңғажайып жерге апаратын жол тауып алған. Жолдың пішіні шахта тәріздес болып келеді. Ар жағы тоннельдерден тұрады. Үңгірдің ауасы күкіртсутектің көптігінен улы болып табылады, ал оның ластануы жермен салыстырғанда 1000 есе көп. Бірақ ең таңғалдыратыны мұнда күкірт қышқылды ауамен демалуға бейімделген экожүйенің болуы. Ғалымдар бұл үңгірде жер бетінде кездеспейтін 33 жаңа организмдер тапқан. Бұлардың тірі қалуы үңгір ішіндегі тастағы пайда болған көбікпен қоректенуімен байланыстырады. Бұл жерлердің қайсысы сізге ерекше, әлде мистикалық болып көрінді? Өз пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыздар. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.